Тәрбие сағатын өткізіп иә? Енді алашақырақсыз, ұлт зиялысыз қазақтың рухани көсемі кім? Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы дегенде енді еске аламыз. Көшкенде жылғайдаймын, қазақ интеллигенцияның 20 ғасырдағы көсемдердің бірі. Қаз еді қатар ұшып қаңғылдаған, сахара көрге болып. Лексарымыз қызы, біз осы тәрбие сағатына орай Ахмет Байтұрсынұлына арнап шақырдық. Керемет, ортаға жасалса болады. Сен ұлы тұлғамыздың қайдан жаным. Тұратын қазақ десе қайнап жаным. Орның бөлек сендей алып адамның бар қазақ тұратындай қайран қалып. Қазақта шексіз дана ұстаз болған, өз емес халқы үшін еңбек қылған. Шарықтап оқу білім арнасында қазаққа жаңа қарып құрастырған. Қыспаққа қысып тұрған сол бір шақта үкімет пәрменіне қарсы тұрған. Ояттың сен көзін ашып қазақтың, білгеннен соң шегіп жүрген азап мұң, ана тілін, дінін, ғұрпын білсін деп ашып бердің алтын құлпын ғажаптың. Кешпесінде бастан халқым азапты, көрмесінде келер ұрпақ тозақты, парасатты сөзін айтқан еліме Ахмет атам мақтанышы қазақтың. Әрбір сөзі бағаланған алтынға, өлмес өлең арнап кеткен халқына. Елін ойлап еміренген, егілген Ахмет деген біле білсең нақтылға. Біз оқимыз ұлы ақынның жырларын, жырларынан ұғаламыз сырларын, жүрегінен қарасыз боп төгілген сезінеміз қуаныш пен мұңдарын. Күймен шертіп көңіліңнің пернесін, Ахмет бізге жол нұсқасын сөйлесін. Ол Ахметтің қайталанбас бейнесін. Ақындар бар, даналар бар әр елде, қалам тартқан дана сөзге, өлеңге. Ахмет жалғыз алаш үшін бірақта, асыл сөзбен аты шыққан әлемге. Ғизатлы хат жазамын, алғаш әліпбидің алғашқы нұсқасын біздің Құрметті студенттер, тәрбие сағатымыз өте мазмұнды өтті деген ойдамыз. Енді қорытынды сөзді, кезекті ұлы тұлғамыз Ахмет Байтұрсынұлы туралы пікірлер келейік. Ұлы тұлғамыз Ахмет Байтұрсынұлы туралы айшықты ойларға келетін болсақ, Сәбит Мұқановтың мына бір керемет бір сөзі бар. Қазақ тілі мен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы бірден-бір адам ол бізде Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы осы өзінің білім құштарлығын арттыру үшін көптеген даналы сөздер айта кеткен. Білгеніңнен не пайда, біліміңді халыққа ұсынбасаң, жаңағы үйретсенен не пайда, қайырымы қайтпаса деп. Адамның көп білгеннен не пайда, егер сен оның қасындағы адамдарға үйрете алмасаң. ғашығымсың,